Бұлақ көрсең көзін аш. Талантты жастарға қолдау көрсетіп, жаңа есімдерге жол ашу мақсатында құрылған Толқын шығармашылық ұжымы мәдени кеш ұйымдастырды. Өлең шіркін жүректі тербетеді. Ыстық шайдай адамды терлетеді. Қуандырып жатқанмен Николай Островский атындағы Қостанай қалалық кітапханасы жанынан ашылған студияға биыл 1 жыл толды. Онда проза, поэзия жанрында жазатын 20-дан астам өнерпаз жиналған. Әдеби музыкалық кеште тобыл топырағының дарынды жастары әннен шашу шашып, жырдан маржан тізді. Жастардың басын қосқан мұндай рухани кештер алдағы уақытта да дәстүрге айналып, жиі ұйымдастырылып тұрады дейді студия жетекшілері. Бұл енді кітапхананың биылғы жаңа жобасы. Міне бүгін жастарға шығармашылық ғұмырларына шабыт беру үшін өлеңге жарқырап келген жастар атты шығармашылық кеш ұйымдастырып отырмыз. Толқын шығармашылық студиясына биылдан бастап қатыса бастадым. Мұнда біз әрине бізге пайдалы жақтары өте мол болып келеді. Себебі біздің бос уақыттарымыз бекер бостан босқа өтпей, осындай пайдалы істерге өзіміздің шығармашылығымызды жетілдірумен айналысудамыз, өте қуаныштымыз. Осындай жастарға қолдау көрсететін ұйымдардың болғанына біз өте қатты қуанамыз.